Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз пен 2334 геология, геоморфология негіздері мен пәні аясындағы 15-ші дәрісімізді бастаймыз. Бұл дәріс теңіздің жағалаулық үдерістері мен оның нәтижесінде пайда болатын бедер пішіндеріне арналады. Біз теңіздің жер бетіне тигізетін әсерін жан-жақты қарастырып, оның геологиялық рөлін түсінуге тырысамыз. Дәрісті Мырзалиева С.К. жүргізеді. Бүгінгі дәрісіміз 4 негізгі тақырыпты қамтиды. Алдымен теңіздің геологиялық әрекетін және абразия процесін, яғни жойқын күштердің механизмдерін зерттейміз. Одан кейін теңіз террасаларының пайда болуы мен түрлеріне, жағалаудың сатылы эволюциясына тоқталамыз. Үшіншіден, ингрессиялық жағалауларды, оның ішінде фьордтар мен лимандарды, су басу нәтижесіндегі пішіндерді талдаймыз. Соңында мұхит пен теңіз шөгінділерінің таралу заңдылықтарын, яғни жасампаз және шөгінді үдерістерді қарастырамыз. Теңіздің геологиялық әрекеті екі негізгі бағытта көрініс табады: жоюшы әрекет, жасаушы әрекет, аккумуляция. Абразия бұл толқындар мен теңіз ағыстарының, сондай-ақ динамикалық гидравликалық қысымның әсерінен жағалаудың бұзылуы. Бұл қысым шаршы метрге 10 тоннаға дейін жетуі мүмкін. Абразия механикалық, химиялық және термиялық факторлар арқылы жағалауды мүшіп, оның пішінін өзгертеді. Аккумуляция болса, құрлықтан әкелінген ерітінділер мен шөгінділердің теңіз түбінде жинақталуы арқылы жаңа шөгінді жыныстардың, мысалы, терригендік, биогендік немесе хемогендік түзілуін қамтиды. Абразияның 3 негізгі түрі бар. Механикалық абразия бұл толқындардың жағалауға тікелей соғуынан туындайтын әсер. Толқындардың соққысы жартастарды бұзып, тастарды ұсатады. Химиялық абразия судың тау жыныстарына, әсіресе карбонатты жыныстарға тікелей химиялық әсер етуі. Бұл процесте жыныстар еріп, эрозияға ұшырайды. Термиялық абразия әсіресе мәңгі том аймақтарында кездеседі. Теңіз суының жылынуы немесе температуралық ауытқулар тоңды мұзды жағалаулардың еруіне әкеліп, олардың опырылуын тудырады. Абразиялық бедерлердің дамуы бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен толқындар жағалаудың табанына соғылып, оның астын ойып, қазан шұңқырлар немесе ойықтар түзеді. Уақыт өте келе, жартастың астыңғы бөлігі әлсіреп, салмағын көтере алмай, опырылып құлайды. Бұл процестің нәтижесінде жағалау біртіндеп кері шегінеді. Ұзақ уақыт бойы толқындардың әсерінен жағалау сызығы шегініп, теңіз түбінде тегіс, жазық алаң, абразиялық терраса пайда болады. Бұл үдеріс жағалаудың үнемі өзгеруіне ықпал етеді. Теңіз террасалары бұл өткен теңіз деңгейлерінің немесе абразиялық және аккумуляциялық процестердің іздері. Абразиялық террасалар қатты жыныстардан толқындардың таза эрозиялық әрекеті нәтижесінде қалыптасады. Олар теңіздің жағалауды мүжуінен пайда болған тегіс, тасты беттер. Аккумуляциялық террасалар теңіз шөгінділерінен, яғни құм, малтатас сияқты материалдардың жинақталуынан түзіледі. Олар жағалау бойындағы теңіздің толтырушы әрекетінің нәтижесі. Аралас террасалар бұл екі процестің де әсерінен пайда болған террасалар. Олардың негізі бастапқы жыныстардан, ал үстіңгі қабаты теңіз шөгінділерінен тұрады. Ингрессиялық жағалаулар бұл құрлықтың ойпаң жерлерін теңіз суының басуы нәтижесінде қалыптасатын жағалау түрлері. Оларға фьордтар, шхерлер, эстуарийлер және лимандар жатады. Әр қайсысының өзіндік ерекшеліктерімен пайда болу тегі бар. Фьордтар терең, тар және ұзын шығанақтар мұздықтардың әсерінен пайда болады. Шхерлер кішігірім аралдар мен су асты жартастарының көптігімен сипатталатын жағалаулар. Эстуарийлер өзен сағаларының теңіз суымен толуы. Ал лимандар өзен аңғарларының теңіз суымен басылуынан түзілген таяз шығанақтар. Фьордтар мен лимандар ингрессиялық жағалаулардың айқын үлгілері, бірақ олардың пайда болуы мен морфологиясында айырмашылықтар бар. Фьордтар мұздық тектоникалық жолмен, яғни мұздықтардың тау аңғарларын жыруы арқылы пайда болады. Олар ені тар, өте терең және ұзынша келеді. Жағалаулары жартасты, тіпті құламалы. Норвегия, Канада жаңа жерде кездеседі. Ал лимандар эрозиялық аккумулятивтік процестердің, яғни өзен аңғарларын теңіздің басуы нәтижесінде түзіледі. Олар ені кең, таяз, көлтабанды болып келеді. Жағалауы ойпаң, көбінесе құм қайырмен теңізден бөлінген.
Днепр, Днестр, Қара және Азов теңіздері сияқты жерлерде тараған. Мұхит пен теңіз түбіндегі шөгінділер генетикалық тұрғыдан 4 негізгі топқа бөлінеді. Терегендік шөгінділер құрлықтан тасымалданған материалдар, мысалы, құм, лай, малтатас, қиыршық тастар. Олар жағалауға жақын жерлерде жиналады. Биогендік, органогендік шөгінділер теңіз жануарлары мен өсімдіктерінің қаңқаларынан түзіледі, мысалы, әктас, маржан рифтері, фораминифера шөгінділері. Хемогендік шөгінділер судан тікелей химиялық жолмен тұнған қосылыстар, оларға темір марганец конкрециялары, бокситтер, сондай-ақ лагуналардағы тұз бен гипс жатады. Полигендік, вулканогендік шөгінділер тереңдігі 5000 метрден асатын жерлерде жиналатын күрделі құрамды шөгінділер, мысалы, қызыл балшық, ғарыш шаңы, жанартау күлі. Мұхит түбінің батиметриялық зоналары әр түрлі тереңдіктерде орналасқан және әрқайсысы өзіне тән шөгінділермен сипатталады. Литторальды шельф зонасы 0-200 бұл теңіздің құрыққа жақын, жазық немесе аздап еңіс бөлігі. Мұнда ірі терегендік шөгінділер, малтатас, құм, литторальды шөгінділер және маржан рифтері кездеседі. Батиальды континенттік беткей 200-3000 бұл еңіс профильді аймақ. Онда көгілдір балшық, ұсақ терегендік саз және органикалық балшық жиналады. Абиссальды мұхит шұңқыры 3000 тегіс жазықтар мен шұңқырлармен сипатталатын терең аймақ. Мұнда диатомды және радиаляриялық балшықтар, терең су қызыл балшықтары, полигендік, темір марганец конкрециялары көптеп кездеседі. Қорытындылай келе, теңіз бұл құрлық шекарасын үнемі өзгертіп отыратын табиғи мүсінші. Оның жоюшы және жасаушы әрекеттері жағалау бедерінің эволюциясында шешуші рөл атқарады. Жағалаулық рельефтің эволюциясы толқындардың динамикасымен, мұздықтардың тарихи әсерімен және тектоникалық қозғалыстармен тығыз байланысты. Ал мұхит түбінің шөгінді қабаттары жердің климаттық және геологиялық тарихының құнды мұрағаты болып табылады. Олар бізге планетамыздың өткені туралы маңызды мәліметтер береді. Бүгінгі дәрісте айтылған мәліметтерді тереңірек түсіну және өз біліміңізді кеңейту үшін пайдаланылған әдебиеттер тізімімен танысуға болады. Бұл тізімде Мырзалиева құрастырған геология және геоморфология пәнінен дәріс конспектілері, сондай-ақ Леонтьев мен Рычагов еңбектері, жалпы геологиялық терминдер сөздігі сияқты құнды дереккөздер бар. Осы ресурстар сізге осы тақырып бойынша қосымша ақпарат алуға көмектеседі.